Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Тарих, география, құқық бірлестігі атынан. Абайдың шығармашылық мұрасы қазақ халқының ғасырлар бойы маңызын жоймайтын рухани қазына. Абай поэзиясы мен аудармалардан басқа қара сөздерді қалдырған. Оның қара сөзі ғақлия деп аталады. Ғақлия араб тілінде дана сөз деген ұғымды білдіреді. Адам болудың жолын көрсететін бұл қара сөздер өсиет өнегелі толғаулар. Қара сөздерді оқи отырып, олардың тәрім тәрбие мәні зор екенін зерделеп, өзіңнің қажетіңе жарата аласың. 31 сөз. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен болу керек. Үшінші, сол нәрсені ішіне бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз, салғырттық, ойыншы, яғни күлкішілік. Я бір қайғыға салынып, я бір нәрсеге құмарлық пайда болып секілді. Бұл 4 нәрсе күлкі. Біз осы челленджімізді бастауыш бірлестігіне жолда